Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Мен сіздерге бүгін бином мектебіне қалай жұмысына қалай заявка тастауға болады соны көрсетейін деп отырмын. Ең бірінші біз Google-ға ол үшін бином мектебіне заявка тастау үшін Smart Nation. Smart Nation деп жазсаңыздар, басты бет Smart Nation деп осылай Google-да шығады. Басты бетіне осылай өтесіздер. Менде бәрі қазір кіріп тұр. Басты мәзір, мен шығу дейін қазір тіркелу, қалай тіркелуге болады соны көрсетейін. Міне басты бетінде осылай шығады. Сосын тіркелу батырмасын басып тіркелесіздер. Телефон номерларыңызды жазасыздар, кодты сұрау, жерге код келеді. Сосын жаңа құпия сөз, аккаунттарыңыз ары қарай шығады. Сосын мен ары қарай қазір кіруді көрсете берейін. Тіркелгеннен кейін мен өзімнің жаңағы немен номермен барлығын сақтап болғанмын. Жүйеге кіру, код арқылы кіру, SMS арқылы алынған код деп тұр. Егер кіре алмай кіру мүмкіншілігі болмай жатса, осылай SMS арқылы да кіре беруге болады. Қазір мен кіріп тұрған аккаунттан көре салайын. Міне кіріп алғаннан кейін ішінде мен қазір бастапқы бетке өтейін. Бастапқы бетінде мынандай бином скул мектебіне жұмысқа орналасу деген тұрады. Осыған бассаңыздар, мына жақта бос жұмыс орындарына орналасуға конкурс, жаңа түйіндеме керек. Ең бірінші байқау кезеңдері жарияланып тұрады. Бейіндік пән бойынша тестілеу, одан әңгімелесу, яғни собеседование болады. Сосын келесі құжаттарды жүктеу керек. Ол түйіндеме, жаңағы куәлік, білім туралы құжат, 86 деген қазіргі біздің 075 справкамыз. Соңын еңбек қызметін растайтын құжат ол трудовой книжка, біліктілікті арттыру курсынан өткен туралы сертификат, сосын соттылықтың болу немесе болмау туралы анықтама. Құжаттарды жіберіңіз және тексеру нәтижесін күтіңіз деп тұр. Соны күткеннен кейін, бірінші кезеңнен кейін сіздерге SMS хат келеді. Прям телефон номерларыңызға SMS хат келеді. Соны көріп жүріңіздер. Сосын почтаға келеді. Мына жердегі почтаға да келе береді негізі. Мына жерде енді облысты таңдау керек. Немесе мысалы Астана деп қаланы таңдаса да болады, ауданды таңдаса да болады. Астананың ішінде Нұра ауданы, Есіл, Байқоңыр, немесе общий Астана қаласы бойынша да таңдауға болады. Сосын бином мектептері деп тұрады, білім беру деп таңдаса да болады. Енді мына жерде ештеңені таңдамай-ақ қою керек. Міне білім беру бойынша мынандай вакансиялар ашылып тұр екен. Учитель начальных классов, бастауыш сынып, физкультура, педагог ассистент, директор дейді, физкультура, математика. Астында жүрсеңіздер тағы екінші бет ашылады. Міне осылай секретарь дела производитель. Мына жақтарда жазылып тұрады, жіберілген өтініштер саны. Міне 4 адам өтініш жасаған. Мына жерде 28 адам өтініш жасаған Әлихан Бөкейхановқа. Енді бұл жерде қарайтын нәрсе, бином мектептері Астана және Атырау ма, Ақтау ма, сол қалаларда бар. Мына жерде жазылып тұрады, егер ішіне кірсеңіздер, қай мектепте екенін жазылып тұрады. Әлихан Бөкейханов атындағы бұл Астанада. Сағат жүктемесі 18, оқыту тілі орысша деп тұр. Мына жерде не істеу керек, қандай стаж болу керек, соның бәрі. Мына жерде үн қату батырмасын бассаңыздар, сіздер тіркелген кезде арнайы жаңағы резюме құрылады, өзі автоматически. Тіркелген кезде жаңа немен ЭЦП кілтпен кіресіздер ғой, сол өзде дайын резюме құрылатын болады. Ішіне қосатын қосып, алатын аласыздар. Үн қату батырмасын бассаңыздар, осылай сол жұмысқа не тастайсыздар. Сол жұмысқа отклик дейді ғой, сонда тастайсыздар. Логин немесе құпия сөз қате деп тұр. Менде что-то қате көрсетіп тұр. Біз қайтадан көрейік. Мына құпия сөз дұрыс жазылмаған ғой. Қазір 1 минут. Тілдерін ауыстыру керек болады. Міне кірді. Енді қайтадан бином мектептері деп көрейік. Қазір бір неге сосын астыңғы жағында вакансияларға өту.
кез келген мысалға бір көрейік. Тарих пәні орыс тілі мен әдебиеті мұғалімі дейді, жаратылыстану, көркем еңбек. Ана жерде Әл-Фараби барлығы шығып кеткен, көрдіңіздер ме? Сол үшін біз таңдаймыз, Астана қаласы бойынша таңдаймыз, Астана деп. Сол кезде таза Астана мектептер, Ахмет Байтұрсынов, Әбіш Кекілбаев сол мектептер шығады. Астана бойынша шығады. Менікі уже ағылшын тілі өтіп кетті, сол үшін любой бір неге қазір тастап сіздерге көрсетейін. Мысалға библиотека дегенге басып көрейік. Осы жерде сипаттамасы талаптар тұрақты, жұмыс түрі тұрақты деп тұр. Үн қату деген батырманы бассаңыздар. Өтінішіңіз автоматты түрде толтырылды деп тұр. Өтініш автоматты түрде толтырылып тұрады. Түйіндеме дайын деп тұр. Міне түйіндемені көрсеңіздер болады, осы ашып. Негізі түйіндеме сәтті қосылды деп тұр. Міне түйіндемені, мына менің түйіндемем деген жерден осылай көрсеңіздер болады. Данныйларыңыз түгел шығып тұрады. Қажетті жалақыға дейін жазып қоюға болады. Бұрын жұмыс өтілі қай жерде жұмыс жасадыңыз? Бұрын қай жерде жұмыс жасадыңыз? Міндеттері, қызметтері, білім беру, білімі, біліктілікті арттыру курстар, негізгі дағдылар, қосымша ақпаратына жерге де жазып қоюға болады. Осының бәрін егер түзету керек болса, түзету батырмасын басып түзете бересіздер. Мына жерде түзету батырмасын бастым. Мына жақтың бәрін жөндеп шығуға болады, негізі бір нәрсені өзгерту керек болса. Портфолио дегенге кірсек болады. Міне өңдеу деп тұр, жүктеу немесе көру негізгі портфолионы. Міне портфолио осындай екен. Ағылшын тілі пәні оқытушысы, мұғалім деп тұр, жалпы орта білім беру, педагог, сарапшы. Жеке куәлік, диплом, курстан өткендігі жайлы барлығын қосып қойғанмын. Қосу батырмасын басып қоссаңыз болады деп тұр. Мына жерде шет тілі, Алакөл ауданы курс оқыған менің курстарым. Барлығын қосып қойғам. Жерде қосу батырмасы арқылы қосуға болады. Білім бөлімі толтыру қажет дейді. Тік жалпы мәліметтер. Білімі, кәсіптік жол. Дипломды қосу арқылы дипломды қосады. Растайтын құжат, міне растайтын құжатты атауын жазасыз, файлды қосу, файлды жерге қосуға болады. Мысалға менің дипломды қосып көрейік, осы жерде менде диплом болған. Міне диплом. Мындай файл түрінде болу керек. Бұл жерде уже сурет түрінде болу керек, көрдіңіздер ме? Кейбір сайттарда PDF түрінде сұрайды, кейбір сайттарда уже сурет түрінде сұрайды.Ошын соғын қарау керек. Негізі бұның бәрін мен толтырған жоқпын, тек қана өзім бос жұмыс орын өтініштерге не тастаған болатын. Отклик тастадым өзімнің немді, бірақ тестке бара алмадым. Осылай шығып тұрады, сіз келмеу себебімен тестілеу кезеңінен өтпедіңіз деп тұрады, тестілеуге келмеді деп тұрады мәртебесі, яғни статусы осындай 4 қадамнан тұрады екен. Біріншісі жаңағы жүктелген құжаттар тексеру, екіншісі міне тестке шақырады, үшіншісінде сұхбат өткізуге шақырады, төртіншісінде байқау комиссиясының нәтижесін жариялау деп тұр. Міне осылай жаңағы Smart Nation жұмыс деген жерге тіркелесіздер, өздеріңіздің портфолиоларыңыз толтырасыздар, профайл толтырасыздар, түйіндемені өзі автоматически жазып береді, тек қана данныйларыңызды дұрыстап мына жерге толтырып қойсаңыз, түйіндемені автоматически жазады. Егер де видео пайдалы болса, міндетті түрде лайк басып бөлісуді ұмытпаңыздар. Айтып кетейін, енді сауалнамадан өту деген бар, мына жерде міндетті түрде жұмысқа тастаған кезде бір сауалнама шығады өзі. Бос жұмыс орнына өтініш берген кезде сауалнама шығады. Мына жерде менде уже жасалып тұр ғой. Сауалнама шығады, сол сауалнаманы толтырып та жіберсеңіздер болады, ішіне толтыру керек тоже. Дайын сауалнама, оны принтерден шығарып аласыздар да, қолмен толтырып, сосын оны сканер жасап, iPhone болса, iPhone-дан тез сканер жасалады. Сканер жасап, сол осы жерге жүктеу керек. Бәріне жаңағы документтеріңіз тастайсыздар ғой, сол кезде жүктеу керек болады. Мен осылай. Пайдалы болса міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер, сақтап алыңыздар, жоғалтып алмаңыздар. Каналмен бөлісіп кетіңіздер, лайк басып, комментарий жазсаңыздар, тіптен қуаныштымын. Рахмет.